Құрметті форумға қатысушылар, бүгін біздің форумымыздың тақырыбы оқу сауаттылық, озық ойлаудың көрсеткіші деп аталады. Қош келдіңіздер. Жалпы бүгін біз аса маңызды және өзекті тақырыпты талқылау үшін жиналып отырмыз. Бұл оқу сауаттылығы негізінен тек кітаптарды дұрыс түсініп оқу емес, балалардың. Олар ақпаратты зерделей біліп және таңдап шынайы өмірге тиімді пайдалану қабілеті болып табылады. Пайдалы тәжірибе алмасуға үлкен мүмкіндік. Сондықтан осы мүмкіндікті жіберіп алмай, барлығымыз осы тақырыпты жақсы талқылаймыз деген сенімдемін. Орны мен маңызын көрсету және оқу сауаттылығын дамыту мен озық ойлау қабілетін жетілдіру мәселелерін қарастыру, білім беру жүйесін жақсарту үшін жаңа тәсілдер мен стратегияларды ұсыну және қатысушылардың өзара тәжірибе алмасуы мен пікірталастар жүргізу болып табылады. Енді осы форумда баяндамашылардың алған ақпараттарымен қатар сіздерде осы форумда сұрақтарыңызды, өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіре отырасыздар. Негізгі біздің мақсатымыз өздеріңіз білесіздер, бәріміз бірге білім алу және бірге даму, бірге ойлау, бірге жетістікке жету және бәріміз бір тақырыппен бөлісу болып табылады. Баяндамашылар бірінші Нұртаева Гүлмира Жұпарбаева, қазақ тілі әдебиеті пәнінің мұғалімі. Негізгі тақырыбы оқу сауаттылығы теория және практика деп аталады. Келіңіз, сізге сөз кезегін беремін. Алған білім практикалық жағдайда пайдалана алатындай құзыреттілікті сіңіру керек. Сонда ғана бүгінгі ұрпақ жеке тұлға ретінде өзінің ұлттың ажырамас бөлшегі ретінде сезіне отырып, өз халқының тарихын, ұлттық құндылықтарын, рухани мәдениет пен тағы басқа жетістіктері арқылы ұлттық менталитет, халықтық әлемдік мәдениет қазынасына қосқан білім сапасына жасалатын мониторинг бүгінгі таңда төрт негізгі бағыты бар. Ол оқу сауаттылығы, математикалық сауаттылық, жаратылыстану, ғылыми сауаттылық және активті сауаттылығы. Халықаралық зерттеу негізінде соның ішінде бүгінгі таңда өзіміздің мектепте де өтіп жатқан әртүрлі халықаралық зерттеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. PISA жақын арада өтетін. Сол PISA зерттеулерінің нәтижесінде оқушыға қатысып алған білім практикалық жағдайда пайдалана алатындай құзыреттілікті сіңіру керек. Сонда ғана бүгінгі ұрпақ жеке тұлға ретінде өзінің ұлттың ажырамас бөлшегі ретінде сезіне отырып, өз халқының тарихын, ұлттық құндылықтарын, рухани мәдениет пен тағы басқа жетістіктері арқылы ұлттық менталитет, халықтық әлемдік мәдениет қазынасына қосқан таныстырылым дайындау, көпшілік алдында сөйлеу. Ауызша жазбаша мәтін құрау барысында әдеби тіл нормаларын, яғни грамматика, пунктуация, орфография сауаттылығын қолданады. Салыстырмалы талдау кезінде ауызекі сөйлеу, ресми іскерлік стильдерді жағдаятқа сай қолдана біледі. Ал академиялық адалдық сауаттылық кезінде өздігінен мәтінмалық сауаттылық, сыни ойлау сауаттылығы, медиа сауаттылық. Медиа сауаттылық дегеніміз бұл баққа берілген қазіргі таңда оқушылар сырттан алған бақ көздерінен көп деректер алады. Сол ақпаратты дұрыс таба біліп, сыни тұрғыда бағалау, әртүрлі дерек көздерінен алған ақпараттарды салыстыру. Бұл да ең маңызды сауаттылық. Тақырыбы оқушылардың қазақ тілі сабақтарында функционалдық сауаттылығын дамыту. Саламатсыздар ма әріптестер? Бүгінгі дөңгелек үстел басында сіздерді көргеніммен қуаныштымын. Қазақ тілі сабағы болып табылады. Оқушылар арасында диалогтар, таластар, мінекей осындай таластар функционалдық сауаттылықтарын арттырудың ең маңызды рөлі болып табылады. Бұл тұста Шаймердің қызына көріп отырғанда қазақ тілін қалай функционалдық сауаттылықты арттыруға болатындығын көп ұсынады. Кейбір тапсырмаларды қалай жылдамдықты өте жақсы. Рахмет көп. Енді келесі баяндамашымыз Айқұлова Меруерт пәнінің мұғалімі. Оның тақырыбы оқу сауаттылық, озық ойлаудың көрсеткіші. Тарихтың өткенін зерттей отырып, бүгінгі күн мен болашақты тануға мүмкіндік беретін ғылым. Тарихты түсіну үшін тек фактілерді жаттау жеткіліксіз. Сол оқиғалардың себеп салдарын, маңызын, салдарын түсіну білу қажет. Бұл оқу сауаттылығының негізгі көрінісі. Мысалы, Ұлы Отан соғысы туралы айтқанда жеңісі. Сонымен қатар тарихи құжаттармен, дерек көздермен жұмыс істеу де оқу сауаттылығын талап етеді. Мәтінді оқи отырып, ондағы негізгі ой емес, бұл терең ойлау, талдау, бағалау және болашаққа бағдар жасай білу. Ал тарих пәні осы дағдыларды дамытуға мүмкіндік беретін маңызды сала.
келесі Тұрсынбекова Айзада Бәтенізге берейік. Сәлеметсіздер ме? Форумға қатысушы әріптестерім. Бүгінгі форумның тақырыбына сай, менің баяндамамның тақырыбы оқу сауаттылығын тұлғалық даму мен критикалық ойлауға әсері. Оқу сауаттылығы адам өміріндегі маңызды дағдылардың бірі. Бұл тек жазбаша мәтіндер түсініп оқу ғана емес, сондай-ақ ақпаратты қабылдау, бағалау және талдау қабілеттерін қамтиды. Оқу сауаттылығының тұлғалық даму мен критикалық ойлауға әсері зор. Оқу сауаттылығы адамның алған ақпаратты сыни тұрғыдан бағалау қабілетін дамытады. Критикалық ойлау тек ақпаратты қабылдаумен шектелмей, оны сұрыптау, шынайылығы мен маңыздылығын анықтау және қажетті шешімдер қабылдау процесі болып табылады. Оқу арқылы адам түрлі көзқарастар мен пікірлерді салыстырып, өз пікірін қалыптастырады. Шешім қабылдау дағдылары. Критикалық ойлау, шешім қабылдау. Оқу сауаттылығы адамның алған ақпаратты сыни тұрғыдан бағалау қабілетін дамытады. Критикалық ойлау тек ақпаратты қабылдаумен шектелмей, оны сұрыптау, шынайылығы мен маңыздылығын анықтау және қажетті шешімдер қабылдау процесі болып табылады. Оқу арқылы адам түрлі көзқарастар мен пікірлерді салыстырып, өз пікірін қалыптастырады. Шешім қабылдау дағдылары. Критикалық ойлау, шешім қабылдау. Бұл оның интеллектуалдық деңгейін арттырып, өмірге деген көзқарасын кеңейтеді. Екінші, коммуникациялық дағдылар. Оқу сауаттылығы адамның сөздік қоры мен тілін дамытады. Оқу арқылы сөйтіп бар бұл оқушының алдына келетін өлім мысалы. Міне осы бұл енді кітап туралы айтып отырған, осы мәтінге байланысты. Осындай мысалы мәтінде әр жағында ашылмайтын қырлар бар, соның бәрін өзі ашу керек мысалы. Оқушылар демеу берсе, оқушылар ізденеді мысалы. Мысалы қалай пайда болды, типография деген не, жаңағы коррекция деген не мысалы, бұл коррекциялық неден өтеді мысалы сараптамадан. Айтылмайды ғой мысалы, медиада жүзіп жақсы айтылмайды. Ішінара ғана айтылады, соны ол мысалы жүріп отырған бәріміздің басымызда, бәріміздің отбасымызда болған трагедия болды. Міне сондай тақырыптарды балалар сұрыптау кезде ашады деп ойлаймын. Қалыптастыру дейді, ұжымдастыру деген бар. Бұның бәрі біздің қазақ басына келген мысалы бір қасіреттер мысалы. Осының негізінде балада логикалық ойлау қалыптасады. Яғни логикалық ойлау арқылы білім алушы ол мәтіннің ішіндегі неге байланысты айтылғанын анықтай алады. Мысалы біз Абылай ханды өтетін болсақ, сол жердегі қысқаша мәтіннен ол мәтінде логикалық не кездесіп тұр, соны анықтай алады. Осының негізінде ойланып, оны жаңағы пәнаралық байланыспен байланыстыра отырып, зерттеп, шешім шығарып, және де өте ойларын еркін жеткізе алатын дәрежеге жеттік. Оқу сауаттылығы бұдан да жоғарғы деңгейде көрсетеді деген ойдамын. Кітап оқуға құмарлығы ашылған соң балада тілдік қоры, сөйлеу қабілеті арта бастайды. Яғни бұл функционалдық сауаттылықтың түпкі негізі. Қазіргі кезде мысалы әртүрлі функционалдық сауаттылыққа негізделген ұлттық бірыңғай тестілеуге енгізіліп отыр. Бұл жерде тағы бір өзім бір қосайын деп отырған, біз оқушыларға осы озық ойлауды, жан-жақты дамуды біз жетекші рөл атқарамыз. Сондықтан осы озық ойлау үшін бәрі ұстаздар жетекші рөлді дұрыс не қоя білуіміз керек, назар аудара білуіміз керек. Оқушыларды енді оқу сауаттылығы туралы айта кететін болсақ, біздің мектепте ол өте жақсы негізгі рөл ойнайды деп ойлаймын. Демек өйткені оқу сауаттылығының ең жоғарғы дәрежеде жақсы көрсеткіш көрсетулері, бұл жаңа технологиядағы жаңа әдіс тәсілдерді пайдалана отырып, аудандық, облыстық деңгейдегі семинарлар өтуде мектепте, халықаралық деңгейдегі жаңа PISA, TIMSS сияқты зерттеулер де өте жақсы көрсеткіштер көрсетіп келе жатырмыз. Алдағы уақытта келе жатқан халықаралық PISA зерттеуінен де жақсы көрсеткіш көрсетеді. Математикалық сауаттылық бар, жаратылыстану сауаттылығы бар. Енді мына біздің жаңа спикерлердің оқыған баяндамалары өзекті. Барлығы да осы бүгінгі оқу сабақты өту талаптарына сай сұрақтарды ашып отыр. Енді мысалы жаңа Мира Шұбарбаеваның баяндамасы, жаңа Шембеденованың баяндамасы. Бұл енді жаңа мектептегі мәтінмен жұмыс қазақ тілі пәнінде. Енді мысалы
қазір әртүрлі тақырыпта мәтіндер беріп жатыр. Мысалы, кітап туралы мәтін бар мысалы. Енді сол кітап туралы мәтінмен өте тағы бір өзім бір қосайын деп отырған біз оқушыларға осы озық ойлауды жан-жақты дамуды біз жетекші рөл атқарамыз. Сондықтан осы озық ойлау үшін бәрі ұстаздар жетекші рөлді дұрыс не қоя білуіміз керек, назар аудара білуіміз керек. Оқушыларды ақпаратты талдайды, оқушылар бағалайды, жаңа идеялар туындататын мүмкіндіктің бір деңгейі деп ойлаймын. Одан кейін мынау оқу сауаттылығын дамыту, озық ойлау қабілетін дамытудың негізі болып табылады. Балалар бұл жерде өз ойлары мен логикалық сараптаулар жасайды, проблемалық сұрақтарды шешеді, талдайды, талдау жұмыстарын жасайды. Рахмет, баршаңызға сәттілік.